ең көне әрі кең тараған ою-өрнектерінің бірі. Қазақ халқы үшін қошқар байлық пен берекенің, молшылықтың белгісі. Сондықтан бұл ою да сол ұғымдарды білдіреді. Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектері ата-бабамыздан қалған асыл қазына. Әрбір оюдың өз мәні, өз тарихы бар. Олар халқымыздың тұрмыс-тіршілігін, дүниетанымын және рухани байлығын көрсетеді. Ою-өрнектері киіз үйде, киімде, зергерлік бұйымдарда және тұрмыстық заттарда кеңінен қолданылған. Бұл қазақ халқының өнерге жақын, талғамы жоғары болғанын дәлелі. Әсіресе қошқар мүйіз сияқты өрнектер молшылық пен берекені білдіреді. Ұлттық ою, ұлттық айнасы. Біз ата-бабамыздан өнерге құрметтеп, осы сақтап келер ұрпаққа жеткізуіміз керек. Себебі ұлттық мұра біздің мақтанышымыз.